Duvarımız var. Oturun balar. Balar bize okun. Baykalı olacaksın okun. Burada sabahımızda. Balar, kane komur küzlerin kadesiyle mi kurayım şimdi? Allah'ın sınavı kapı. Acemiyetlen mağın kırıp koşetindir. Tamam aşağı. Yarımızın kömür kuyumuz жақсы eкен balar. Burada sabahımızda бастауға рұқсат етіңіздер. Balar, kane bәріміз дәптерlerimizi açamız. Dafterlerimizi açsak, saat kilo boyunca bir-birimizге береміздегі үй жұмыстарымызды расылай арқылы тексереміз. Атармаймыз бұлар. Метафораны тексереміз. Бағасын сөйлеміз бұлар. Кәне, тексер қолдық қой жұмыстарымыз. Тексер болсақ балар, қастарымды көтеріңдер балар. Бәрін тексер қолдық қой, балалар қой. Балар, қазір мына сендерге мына жерде мен фигураларды көріп қойдым. Осы фигуралардың үстіне қарай топқа бөлмеміз балар. Келіңдер балар. Фигураның үстіне қарай. Үстіне қарай бөлмеміз. Әркім өз түсіне қарай, яғни 3 топқа бөлініп отырмыз. Тең қабырғалы, тең бүйірлі және тік бұрышты бұрыштар. Әр топ өзінің топ басшысын сайлай аласың. Балар, алдарында топ басшылары, оқушыларды бағалау қарағы тұр. Үй жұмыстарына баға қоямыз болады. Дәптерден ашылып, топ басшылары үй жұмыстарының бағаларын қойып шықсын балар. Қойып болсақ болар. Кәне болар. Өткен сабақты пысықтауға байланысты, яғни өткен сабақты қайталауға байланысты, қазір біз допты тосып ал деген ойынды ойнаймыз. Кәне, айма. Үшбұрышты қабырғалары бойынша сөйлеуін ата. Тең қабырға үшбұрыш, әрі үшбұрыш, тең бүйірлі үшбұрыш. Тең бүйірлі үшбұрыш. Келсеңіз балалар, қабырғалары бойынша. Қабырғалары бойынша. Тең қабырғалы деді, тең бүйірлі деді, және әр қабырғалы өз тапты. Кәне, ынтымақ. Үшбұрышты бұрыштар бойынша түрлерін ата. Сүйір бұрышты үшбұрыш, тік бұрышты үшбұрыш, доғал бұрышты үшбұрыш. Тамаша. Нұрғиса, екінші топтан кәне тосып ал. Бұрыш дегеніміз Хаттырақ айтамыз. Сәледегі құралған бұрыш. Кәне, кім көмектеседі, басын тосып бастады, иә? Кәне, Көмірден шыққан негізі құралған құралған геометриялық бұрыш. фигураны, яғни жарықтықтың бір бөлігін біз не деп атаймыз? Бұрыш деп атаймыз. Бұрыш деп атаймыз. Кәне, ержігіт. Бұрышты түрлерін ата. Кәне, атап қойылғаны келесі сылақтар. Анда үшбұрышты тең бүйірлі үшбұрыш деп атаймыз. Екі қабырғасы тең үшбұрышты Тең бүйірлі үшбұрыш деп атаймыз. Тамаша, отыра ғой. Кәне, айырып. Екі түзудің түзушінен қиғанда пайда болған бұрыштарды ата. Тең Қандай? үшбұрыш. Үшбұрыш. Екі түзуді, параллель түзуді қиышымен қиғанда пайда болады бұрыштар дейді. Өткен сағды өтіп біз. Кәне, осы топ егер жауап бермесе, осы топ жауап берсін. Жауап бермесе, сіздер жауап бересіздер. Кәне, бірінші ержігіт кім? Жігер. Айқыш бұрыштар. Ішкі айқыш бұрыштар.
Sırtқы айқыш бұрыштар. Болды ма? Bir жақты тұтас бұрыштар. Түсінген? Сәйкес бұрыштар. Отыра ғой. Дұрыс. Кәне, ержігіт. Жігер деген басқасын отырамыз. Тең бүйірлі үшбұрыштың қасиеті. Тең бүйірлі үшбұрыштың қандай қасиеті бар? Жоғары қараймыз. Тең бүйірлі үшбұрыштың қасиеті ол төбесінен табанына дейін жүргізілген үшбұрышты тең бүйірлі және де табандары тең болса, олар тең бүйірлі үшбұрыш. Кәне, осы топтан сұрай, түсінген болмаса кәне. Тең бүйірлі үшбұрыштың екі бүйірі де бір-біріне тең және де оған түскен биіктігі, оған перпендикуляр түскен биіктігі, оның медианасы әрі бисектриса болса. Және тең бүйірлі бұрыштың табандағы бұрыштары тең болады. Дұрыс, тамаша, отыра ғой. Балалар, енді тақтаға назар аударайықшы бәрі. Тамаша балалар. Үш топты жақсы жауап берді балалар. Балалар, мына жерде біз үш бұрыш көріп тұрмыз. Қандай үш бұрыш болады? Көрмейміз бұлар. Түк бұрыш үш бұрыш. Қайнасы ма? Түк бұрыш үш бұрыш. Балалар, түк бұрыш үш бұрышын А бұрышы берілген. Б бұрышы берілген. С бұрышы берілген. Тең деген сұрақ болып тұр бізге. Бұл сұраққа қалай жауап береміз бұл? Яғни проблемалық сұрақ болып тұр. Балалар? Яғни бұл сұраққа жауап беру үшін балалар біз бүгін сендермен дәптерлерді ашыңдар болады. Яғни түк бұрышты үш бұрыштардың ішкі бұрыштардың қосындысы деген тақырыпты өтеміз. Кітапты ашамыз болады. Кітапта 89-ші бет балалар. Яғни бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы балалар не екен балалар? Үш бұрыштың ішкі бұрыштардың қосындысы екен балалар. Жазамыз балалар тақырыпты. Балалар, осы тақырыпқа байланысты біз мақсат алуымыз керек. Сабақтың. Кәне? Жас болсаңдар, бастарын көтеріңдер балалар. Балалар, тақтаға қараймыз балалар. Яғни біз бүгін қараңдар, үш бұрыштардың, ішкі бұрыштардың қосындысы туралы теореманы, оның салдарларын біліп, оны есептер шығаруда не істейміз балалар? Пайдаланамыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы. Енді балалар, ол үшін балалар бәріміз қазір мынандай бір зерттеу жұмысын жүргіземіз балалар. Сендер алдарында, дақтардың алдарында үш бұрыш бар. Қараңдаршы, көп үлкен үш бұрыштар алдарында қараңдар. Оны қойып қойыңдар, бір шетіне қарай. Оған ішін істейміз балалар. Қазір балалар дәптерлеріңе мына топ балалар. Доғал үш бұрыш салсын дәптерлеріңе. Сендер тік бұрыш үш бұрыш салыңдар. Сендер сүйір бұрыш үш бұрыш салыңдар. Яғни бірінші топ, тең қабырғалы топ. Доғал бұрыш үш бұрыш салады. Келесі тең бүйірлі топ. Тік бұрыш үш бұрыш салады. Және тік бұрышты топ, сүйір бұрышты үш бұрыш салады. Осы үш бұрыштың әрбір бұрышын өлшейміз балалар. Өлшейміздағы әр бұрышын. Алдарында мынандай кесте тұр балалар. Осы кестені толтырамыз. Бастарыңды бір көтеріңдерші балалар. Алдарында мен қойып қойдым. Мынандай кесте тұр. Осы кестені толтырамыз. Кестені толтырып болғаннан кейін барлығын не істеу керек болады? Қосу керек екен.
қосылды. Кәне шығып болғанда қанша градус шықты сенде? 180 градус. Ынтымақта 180 шықты, сенде қанша шықты? Қосылған бала. 180 градус шықты. Кәне? Сенде қанша шықты болған? Сенде де 180 шықты ма? 180 градусқа. Кәне? Балар болып жылдамырақ өшкеніміз. Сенкі 190 болып кетті ма балар? Қайтадан өлшеп көрші боламыз. Қайтадан тағы өлшеп көрші боламыз. Аха. Қағазға жазамыз, қағазға. Қанша болды сенде? 179 болды, жарайды. Аяна? Жылдамырақ өлшейміз. Аянада 179 болыпты. Тік бұрышы топ болды енді. Аха. Қанша болды? 70. Аха, үшінші өлшейміз енді. Бұл қанша болып тұр? 49 ба? Аха, 49. Қосып бәрін. Кәне болдық па балар? Болды балар. Бұл топтықты арғы. Аяна қанша болды сенкі? 180 болды. Сенкі қанша болды? 179. Сенкі 125-ке анау қосамыз. Қанша болды? 100 қанша болды? 180 болды. Сенде Азамат? Болды ма Азамат? Уақытымыз кетіп жатыр. Балар көрдіңдер ғой. Сонда 180 болды. Мінекей балар, біреуімізде 180 болды, біреуімізде 100. Бірақ көпшілігімізде қанша шығып жатыр балар? 180 градус шығып жатыр. Жарайды балар. Тамаша. Балар, енді алдарындағы көк үшбұрышты аламыз бәріміз. Сөйтеміз осы көк үшбұрышты балар, әрбір бұрышын кесекші. Әрбір бұрышын кесеміз. Әрбір бұрышын кесіңдер дағы. Үшбұрышын да кесіңдер. Қаш күн болды? Әрбір бұрышын кесеміз да балар. Мінекей қараңдар балар. Мынау қандай бұрыш болады? Қандай? Жазыңқы. Осы жазыңқы бұрышқа қойыңдаршы балар. Қалай болады екен көрейік. Бәріміз болады. Қойыңдар. Қойыңдар. Балар, не байқадыңдар? Не байқадыңдар? Қойыңдар. Кім қойып болды, маған көрсетсін балар. Аха. Кәне қойып болғандар маған көрсетсін. Ынтымақ қойды. Аха. Ынтымақтың өтеші. Кімге? Аха. Нұрасыл қойды. Жігер қойды. Жігер сенкі дұрыс болмай тұр. Аха. Дұрыс сенкі дұрыс болмай тұр балам. Кәне қоямыз. Тамаша, ер жігіттікі дұрыс қойды. Кәне. Дұрыс қойды ма? Ынтымақ қарашы. Дұрыс қойды ма? Кәне. Иә? Аха. Шықпай еді ғой сен. Жоқ, дұрыс қоймайсың. Дұрыс қоймайсың. Не айтуға болады? Кім жауап беріп қалады? Кәне, мұны әрбір бұрышын кестік, оны айтпақ қойды. Әрбір бұрышын қосындысы 180 градус. Яғни, кәне, тұра ғой, тұрғау көреміз. Яғни біздің жазыңқы бұрышымыз қанша градусқа тең? Жазыңқы бұрышымыз 180 градусқа тең. Сонда үш бұрыштың ішкі бұрыштардың қосындысы неше градус болады екен? 180 градус. Міне балар, яғни бүгін балар күнге біз біліп отырмыз, яғни үш бұрыштардың, ішкі бұрыштардың қосындысы неше градусқа тең болады? 180 градусқа болатындығын біз балар, міне зерттеу жұмысы арқылы, практикалық жұмыс арқылы көзімізді жеткіздік балар. Олай болса бәріміз балар, кәне тақтағаймыз, жақсы балар. Тыңдаймыз балар. Барлық үш бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең келіп Тақтаға назар аударыңыз. абыр қабырғасына параллель жүзу жүргізеді. А және Д бұрыштары айқыш бұрыштар. Сондықтан олар
егде бұрыштары да тең. Олар да айқыш бұрыштар. Үш бұрыштың бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең. Яғни үш бұрыштардың, ішкі бұрыштардың қосындысы неше градус болады екен балалар? 180 градусқа тең болады екен. Балалар, яғни бұл теоремада қараңдар, қалай дәлелдеді жаңа? Өздерің көрдіңдер балалар. Бұны дәлелдеу үшін балалар, біз өзіміз білеміз. Қараңдар, мына с нүктесінен создық түзуді, АБ түзуін создық балалар. Сол кезде мына екі түзу бір-біріне қандай түзулер? Параллель түзу. Ал мына асы екі параллель түзудің несі болады? Қиылысы болады, дұрыс айтасыңдар. Енді қараңдар, мына бірінші бұрыш пен бірінші төртінші бұрыш қандай бұрыштар бір-біріне? Ішкі айқыш бұрыштар. Ішкі айқыш бұрыштар аралықта не болады? Тең болады. Келесі, мына бесінші бұрыш пен екінші бұрыш қандай болады? Айқыш бұрыштар. Яғни ішкі айқыш бұрыштардың қосындысы. Яғни ішкі айқыш бұрыштар аралықта не болады? Тең болады. Сонда екінші бұрыш бесінші бұрышқа тең болады. Солай ма? Бірінші бұрыш төртінші бұрышқа тең болады. Енді бәрі тең болатын болса, оның бәрін қосатын болса, қанша градус шығады екен болады? 180 градус шығады екен. Мінекей балалар, біздің теоремамыз дәлелденді балалар. Балалар, біз бағана бір проблемалық сұрақ қойғанбыз. Қане, назар аударайықшы. Енді мына сұраққа біз жауап бере аламыз ба? Жауап бере аламыз ба? Бұл жерде не айтамыз? Қане, тағы да кім балалар? Тағы кім айталар? Бұрышысы неге тең екен? Біз бағанан бері айтып жатырмыз ғой. Қане, бұрышысы неге тең? Тағым, Азамат тағым, Нұрасыл, Аян айта қойшы. Бұрышысы қанша градусқа тең болады? Бұрышысы 60 градусқа тең болады. Аяна, сен оны қалай таптың болады? 60 сонда 60 градус шықты. Яғни бұл жерде олай болып тағы да ынтымақтастық. 90-ға 30-ды қоссақ 120, 180-нен 120-ны азайтсақ 60 градус. 60 градус шықты. Тамаша бұға. Міне осы, яғни біз жаңа үш бұрыштардың, ішкі бұрыштардың қосындысының теоремасын қолданып, мына есепті шығаруға бола ма екен? Қиын емес екен, не бұлар? Тек қана біз оны білмедік. Балалар, енді осы тік бұрышты, үш бұрыштың балалар, осыдан мынандай салдар шығады болады. Салдар. Яғни былай дейді балалар, тік бұрышты, үш бұрышта қанша сүйір бұрыш болады балалар? Қанша? Үш сүйір бұрыш болып түсіндір ме? Қане? Екеу, е балалар? Енді екі сүйір бұрышының қосындысы балалар, әр уақытта 90 градусқа тең болады. Себебі 90 градус қой тік бұрыш. Қалған екі бұрышының қосындысы 90 градусқа тең болады. Яғни мынандай салдар шығады болады. Қараңдар болады. Тік бұрышты үш бұрыштардың, сүйір бұрыштардың қосындысы қанша градусқа тең болады? 90 градусқа тең болады. Балалар, кәне бәріміз кітаптарымызды, оқулықтарымызды ашып, сонымен балалар, кәне кім теореманы қайталап береді? Бұл сағат қандай теореманы өттік? Біз бүгін қайталап жүрсіз балам. Қандай бұрыштардың қосындысы? Қандай бұрыштардың қосындысы? Ішкі бұрыштардың қосындысы. Әр уақытта қанша градусқа тең болады? 180 градусқа тең болады. Бала олай болса, оқулықты ашып, бірінші топ 16-та 3-ті, екінші топ 16-та 7-ні, үшінші топ 16-та 8-ті тапсырманы қараймыз балар, жазамыз балар. Содан кейін топта бір оқушы шығып, осы есепті тақтаға жазып шығарады балар. Қане жазамыз. Жазамыз балар. Бірінші топ 16-та 3, 16-та, екінші топ 16-та 7, үшінші топ 16-та 8. Bunu da sesiyle oyundayım. Size de oyundayım. Жазамыз бар, дәрежені, табу керек.
градусқа дейін табу керек бұрышсыны. Аха. Шешуі бізде бұрышсы плюс 30 градус плюс 90 градус тең болады 180 градус. Бұрышсы тең 180 градустан 120 градусқа айтсақ, бұрышсы тең болады 60 градусқа. Яғни бұл жерде сен қандай теорема қолданды? Үшбұрыштың бұрыштары, Ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең деген теореманы қолданды. Жазайын тақта шығау. Кім шығарып болады? Басқалардың аяғын не шығарсын? Шәрбесін тұр? Нұртас? Не болды? Кәне? Жүз градус болып тұр ма? Кәне? Тамаша? 100 градус болады. Оны кім шығарады тақтаға? Кім шығарады? Келіп ол тақтаға шыға ғой. Сендер тақтыңдар ма? Керемет балалар. Жігер шықтың ба? Жігер. Азамат шықтың ба? Азамат келе ғой. Азамат осы жерге жазасың, осы ғана дейін, сен айтын сияқты. Болмаса ана бір шетіне жаза қойшы. Әр топ өзінің есебіндесін болады. Дайындалып отырыңдар. Бұқым ана екінші топта қарап отырыңдар бұлар бұқым қате. Мына тең беріліш бұрыш, тең беріліш бұрыш. Енді С бұрышы бізге берілген болса, бұрышын табу керек, және бұрыш бұны да табу керек. Енді сұрақ саған. Балалар сұрақ. Бұрыш А мен бұрыш Б қандай? Тең болады. Сол жазбадың сен өзің, үші жасы. Соны сен не деп алдың? Бұрышты таңбасын қосып бұрыштан басын ғой. Бұрыш А тең болады, бұрыш Б болады. Дұрыс. Олай болатын болса, бұрыш Б да 40 градусқа тең. Екеуінің қосындысы 80 болса, 180-ден 80 азайтып 100 градус. Яғни бұлай да шығаруға болады, бірақ мына жерге жазу керек еді бұлар. Бұрыш А қосу бұрыш Б, қосу бұрыш С тең болады қаншаға? Қаншаға тең? Мына осы жазып қойшы. Неге жазыңдар болады? Әне? Бұрыш Аны, бұрыш Аға. Және мұны жазайық? Бұрыш Аға қосамыз бұрыш нені? Оған қосамыз бұрыш? Сон жазайық та? Сон жазайық, жазамыз. Жазып отырыңыз болады, жазамыз. Жауабын жаза ғой. 30 градус қанша рет жазамыз? Бұрыш А. Кетіп жазамыз ғой. Отыра ғой. 120 градус жазамыз бәріне. Ол берілді ғой. Ол жазамыз, отыра ғой. Балар мінеки балар. Мына үш есепте де біз менің қолды қолдандық балар, қай теореманы қолдандық, кәне кім айтады? Қандай теорема қолдандық мына үш есептелер? Үш бұрыштардың ішкі қосып айтамыз. Үш бұрыштардың ішкі қосындысы 180 градус. Ішкі несі? Ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең екендігін қолданып, осы есептерді есеп баларды шығарды. Балар бірінші сұрақ сендерге. Мынау қандай үш бұрыш? Бұрыш А. Доғал. Доғал бұрыш, үш бұрыш, соны шатастырмаңдар болады. Отырыңдар. Қане бұлар, топты бағалап жіберейікші. Бірінші топ қалай шығарды? Екі топ бағалай. Өзіміз білеміз қалай екенін. Ал. Қалай, жақсы ма? Жақсы ма? Жақсы ма? Бір екі шал. Ал, екінші топ. Жақсы ма? Әйтеуір
қалай шардың? Жақсы болады. Жақсы шардыңдар. Яғни әлі де шарамыз болған, бұндай есептер. Балалар, енді қазір мен математикалық диктант өткізейін деп отырмын. Қазір алдарына тапсырма беріледі бұлар. Осы неге, бұлар осы жерге оқып отырып, осы мен ішіне белгілейміз бұлар. Яғни дұрыс болса плюс қоямыз, дұрыс емес болса минус таңбасын қоямыз. Артығын қойғай болсаңыз болады. Бұйғанда болады. Мен оқымен сендер плюс минустарын қойып отырыңдар болады. Бірін сұрақ болады. Бірінші, оқып атырым, бірден қойып отырыңдар. Үш бұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус. Екінші, үш бұрыштардың екі тік бұрышы болады. Екі тік бұрышы болады. Үшінші, тең қабырғалы үш бұрыштың бұрыштары тең болады. Үш бұрышта екі доғал бұрыш болады. Үш бұрышта екі доғал бұрыш болады. Үш бұрышта бір бұрышы тік, екінші бұрышы доғал болады. Және соңғы сұрақ болады. Үш бұрышта бір бұрышы 100, екінші бұрышы 120 болады дейді. Ал ойланыңдар да, балдардың елерінде қолында плюс минустарында. Ойланыңдар. Қаздар болсын, ұлдыса болсын, ешкілік болсын. Бір-бірімізге қарамаймыз болар. Әріміз соткаларымыз аламыз болар. Сол соткаға мен сілтеме жібердім болар. Сілтемені ашамыз. Диктанттарымызды тексереміз болар. Балдарды қоймайды болар. Сілтеме жібердім, бармайды ма? Келді ма? Аха. Кімге келді, ашыңдырды, орталық қойып тексеріңдер. Ашылды ма? Бол айтылмаймыз. Ашылды ма? Ашылды ма? Тексердік па? Топ басшысы қойып отыр. Жігер, мына топ қосу, жігер қанша бала болған? Бәрі дұрыс. Сонда алтаудан? Алтауды дұрыс. Бесеу дұрыс. Алтауды дұрыс. Қайны сенгі? Алтауды дұрыс. Алтауды дұрыс ба? Алтаудан 5 дейік бала. Сен қойып отыр балам. Қақта сенгі? Мені бары дұрыс. Сенгі бары дұрыс. Ер жігіт. Жылдан балам. Кәне? Алтауды дұрыс ба? Сенгі алтауды дұрыс ба? Кәне? Алтауды дұрыс. Балдарымды қойып отырыңдар бала. Жақсы болар. Бағалап болсаңдар болар, дұрыс болар. Енді тақтаға назар аударамыз болар. Сұрақ. Мына жерде сендер көрмей тұр, мен оқып отырайын. Сендер тыңдаңдар. Мына жерде қай үш бұрышты салуға болады дейді. Дәптерлеріңе жазыңдар. 137, 13, 27 градус. Жылдам. 137 градус, 13 градус, 27 градус. 137 градус, 13 градус, 27 градус. Яғни үш бұрыш салуға бола ма? Сұрақ сендерге. Біреу оқышып керек. Қайталайын ба? 127 градус. Айқаймен бар. Бізде ең бір симптомақ көтерді, мына. Қайтып болады? Қайне болады? Былай істейік болады. Болады деген бір сұрақ болды. Болады дегенде қол көтеріңдерші, болады дегенде. Бәріміз болмай ма? Дұрыс болады. Болмайды. Неге болады? Кім айтады?
бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең. Бізде бұл жерде 177 градус шықты. Сондықтан ол болмайды. Кәне бар. Мен күнді мақтап қоямын, ынтымақты. Тамаша. Балалар олай болатын болса, күнделікке ашыңдар. Үйге дереге тапсырманы жазамыз болады. Аха, күнделікке жазыңдар балалар. Bir байланыс болады. Әр топтан балалар бір-екі оқушылыққа болды жағдайда. Топ басшылары балаларды қояды. Білгім келеді балалар. Жылдамырақ. Жаза беріңдер. Бұрышты түрлерінде. Дұрыс. Білдім. Ішкі арқыш бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең екен. Ішкі айқыш бұрыштарын 180 градусқа тең екенін білдік па не бұл? ішкі бұрыштар. Ішкі бұрыштар. Ішкі бұрыштардың қосындысы 180 екенін білдің, иә? Ішкі бұрыштардың 180 градусқа тең екенін анықтағанын білдім. Маша олар, керемет қандай 180 градусқа кім анықтағанын тапу еді. Келесі сабаққа дайындалып келесі болмақма, мен сенен осыны сұрайын келесі сабақта. Ынтымақ оқышы. Білемін, түзудің параллельдігін білемін. Білдім, үшбұрыштың бұрыштарының қосындысын білдім. Осы тақырыпты толығырақ тереңдетіп білгім келеді. Толығырақ тереңдетіп деген. Ашып айтамыз бұлар. Осы тақырыпты Мен тыңдаймын бұл сабақты. Ол меңгердім, бірақ ары қарай тақырыптарды білгім келеді. Ары қарай тақырыптарды? Жарайды отыра ғой енді. Расыл, сен не жаздың? Кім жігер оқыш? Үшбұрыштың түрлері және де теңдеулі үшбұрыштың қасиеттері. Білдім, үшбұрыштың бұрыштарының қосындысын білгім келеді. Үшбұрыштың бұрыштарының азайтындысын неге тең болады? Бұның кім ашқанын білгенім келеді деп керемет айтып олар. Осы сұраққа үйден айналып келеміз бәріміз олар. Қайда топ басшылары? Болды енді оқымай қояйық. Топ басшылары ынтымақ кім дайын? Дайынсың ба топ басшылары? Бағаларымызды қоямыз. Азамат дайынсың ба? Бағамызды жылдам қойып жіберейік. Ынтымақ оқи қой. Нұртас, бізде қорытындысы 11 балл алды, ал Аяна 13 балл, мен 17 балл алдым. Сонымен бағаңды ғой. Бағаға дайындырса сен данағаны. 11 балл бізде 5. 11 балл деп отырамыз. Қанша балл? 11 балл ол 5 деген баға. 5 деген бағаны біле ме 11 балл деген? Кәне? Жәнікі 9 балл, Расылдікі 11 балл. Балл бойынша. Ержігіттікі 12 балл болды жинаған. Менікі болса 11 балл. Енді балл айналдырғанда қанша балл қоясың жылдамырақ? Балдан көсеш енді. Қанша балл қояды? 7 ма 8 ба жылдамырақ балл айналдырасың ғой? 8. Жігер. Бардың қорытысын айтып. Қорытысын айтып. Балды жігер. Айзере 10 балл, айы 10 балл. Бәріптен 10 балл алдыңдар ма? Бәріптен 10 балл алдыңдар ма? Өзің қанша балл қоятын сен? 8 балл қоятын, не? Мен қоятын саған 7 балл қоятын 7.